Сәлеметсіздер ме? Бүгін сабақта қиюшы және жанама арасындағы байланыс деген сұрақты қарастырайық. Білесіздер, қиюшы деген бір функция беріледі, оны ең болмағанда екі нүктеде қиып өтіретін қисық, иә. Ал жанама болса, тек қана бір-ақ нүктеде жанап өтеді. Міне осындай қиюшы мен жанама берілсе, олардың арасындағы байланыс қандай деген сұрақты зерттейтін боламыз. Мысалы, бізде x, y, y жазықтығында бір мынандай y тең fx деген функция берілсін. Және де осы функцияның бойында жатқан қандай да бір біз мынандай m сондай-ақ n деген екі нүктені алайық. Бізде нүкте берілген кезде m нүктесі екі координатамен беріледі. X абсцисса және y координата осіндегі сәйкесінше мәндері. Енді келесі бір нүкте осы x0 нүктесіне бір абсциссаның мәніне біз x0 қосылған h деген бір кішкентай сан қосайық. Сәйкесінше бізде n нүктесі пайда болады. Мынау fx-тің fx0 қосылған h-тағы мәні. Ендеше бізде осы пайда болған нүктені n дейік. x0 қосылған h және оның координатасы fx0 қосылған h деген. Міне осындай екі нүкте берілген. fx қисығының бойынан. Бізде осы m және n деген екі нүкте арқылы мына fx функциясын қиып өтетін мынандай L деген қиюшы бар. Енді осы қиюшының формуласын тауып көрейік. Ол үшін бізде мына қиюшы түзу болғандықтан түзудің екі нүкте арқылы өтетін теңдеуі деген формулаға салатын болсақ, x минус x0 бөлінген x0 қосылған h минус x0, яғни n нүктесінің абсциссасының сәйкесінше азайттық. Және координатасы да солай. y минус fx0 бөлінген fx0 қосылған h минус fx0. Міне осыдан егер x0 мен минус x0-дің 0 екенін ескерсек, y минус fx0 пропорциямен көбейтетін болсақ, бұл бізде тең болып тұр. fx0 қосу h минус fx0 бөлінген h көбейтілген x минус x0. Осыдан y-ті табайық. Ол тең болады fx0 қосылған h минус fx0 бөлінген h көбейтілген x минус x0 плюс fx0. Міне осы бірінші формуланы fx функциясын m және n нүктелер арқылы өтетін қиюшысының формуласы деп атаймыз. Енді есепті бір мысал келтірейік. Ол мысалды мен сіздерге Maple компьютерлік пакетінде көрсетейін. Мысалы, мен fx функциясын x квадрат деп алдым, ал h-ты 1 деп алдым. x0 нүктесін, яғни n нүктесінің абсциссасын x0-ді 1 деп алдым. Сонда біздегі мына бірінші формуламыз y1 деген. Eval fx x тең x0 қосылған h деген fx функциясының x0 қосылған h нүктесіндегі мәні деген сөз. Мына жерде осы біздің жазған бірінші формуламыз Maple тілінде жазылған. Енді графигін сыздыратын болсақ, fx-тікін және y1x-тікін. Мына жерде 2,3-ке дейін сыздырайын. Жалпы мына жерде 0-ден мысалы айталық минус 1-ден 2-ге дейін сыздыруға болады, минус 5-ке дейін. Міне байқап тұрсаңыздар, қызыл сызықпен бізде y тең x квадрат параболасы және мына 2,3-ке дейін бізде мына x бойынша өзгеруіне y көк сызықпен
біздің қиюшымыз сызылып тұр. Енді мына жерде мен 0,5-тен 2-ге дейін сыздырайын, және де h-тың мәнін азайта берейін. 0,5 болсын. Онда қиюшымыз әлі қалады, бірақ мына жерде графиктің қалай өзгеріп жатқанын байқап тұрсыздар, y тең x квадраттың графигіне біздің қиюшымыздың мына бірдің маңайында өте жақындай түскенін көріп тұрмыз. Ал енді 0,1 беретін болсам h-тың орнына, мынаны бірдің маңайында өте жақын жанамаға айналып келетқанын байқап тұрмыз. 0,100-ден 1000-нан 1 беріп көрейік. 100-ден 1 беретін болсақ, өте жақын 1-де 1 нүктесінде, мынау біздің m нүктеміз, сәйкесінше осы нүктеде оның жанамаға айналып келетқанын байқап тұрмыз. h мәні 0-ге ұмтылған сайын біздің қиюшымыз жанамаға айналып келе жатыр. Енді бұдан біз жаңағы екінші екі-үш мәнді ескере отырып, мынандай нәрсені байқасақ болады. Біздің мына x минус x0-ге көбейтіп тұрған мәніміз, яғни егер h 0-ге ұмтылатын болса, бұл fx0 қосылған h минус fx0 бөлінген h, осы fx функциясының x0 нүктесіндегі туындысы деп аталады. Бұны мына және мына жерде жанама жүргіздік қой. Мына нүктеде m нүктесінде. Сонда мына OX пен оң бағытта, яғни сағат тіліне қарсы бағытта OX пен жасайтын бұрыштық коэффициент деп аталады, k дегеніміз. Бұны k әріпімен белгіледі. Сонда мына бірінші формуламыз, егер мына h 0-ге ұмтылатын болса, шектік жағдайында қиюшының формуласы k көбейтілген x минус x0 қосылған fx0 екінші формула. Бұл жанаманың теңдеуіш k екен. K деп отырғанымыз мына жоғарыдағы туындының мәні. Біздің есепте fx-іміз x квадрат болды. Сәйкесінше, егер біз оның бұрыштық коэффициентін x0 нүктесінде, кез келген x0 нүктесінде есептейтін болсақ, шек h ұмтылады 0-ге, fx0 қосылған h дегеніміз x0 қосылған h-тың квадраты минус fx0 дегеніміз x0-дің квадраты бөлінген h болады. Орнына қоятын болсақ, h-тың орнына 0 қоятын болсақ, бұл 0 бөлінген 0 деген анықталмағандық. Анықталмағандықтан құтылу үшін қысқаша көбейту формуласын пайдаланайық. h 0-ге ұмтылған кезде x0-дің квадраты қосылған 2hx0 плюс h-тың квадраты минус x0 квадрат бөлінген h болады. Мына x0 квадрат пен минус x0 квадрат 0 береді. Ал екінші және үшінші қосылғыштардан біз h-ты жақшаның сыртына шығаратын болсақ, 2x0 плюс h бөлінген h, мына h пен h бізде қысқарады, сонда қалатыны шек h ұмтылады 0-ге, 2x0 қосылған h болады. Бұл тең 2x0-ге шегі. Біздің жағдайымызда біз x0-ді 1 деп алдық, сондықтан k-ның мәні біздің есепте 2-ге тең. Ал fx0-міздің мәні, яғни f1-дің мәні, ол бізде 1-дің квадраты 1-ге тең. Сонда бізде жанаманың теңдеуі y тең k, бізде 2 көбейтілген x минус, бізде x0-міздің мәні
x нөліміздің мәні 1-ге тең, сондықтан минус 1 қосылған екінші формулаға қараңыздар, fx0. fx0-дің мәні бізде 1-ге тең. Жақшаны ашатын болсақ, 2x минус 2 қосылған 1 ол тең 2x минус 1. Яғни біз y тең 2x минус 1 деген функция, яғни түсу, бұның геометриялық мағынасы, берілген x квадрат деген функцияға 1-1 нүктесінде жүргізілген жанаманың теңдеу екенін білеміз. Енді осыны Maple-да сыздырайық. Айталық, біз екінші функцияны y2 деп белгілейік. Мынаны өзгертейік. Біздің формула бойынша 2x минус 1. Міне бұл біздің жанамамыз болу керек. y2. Енді fx функциясымен y2, яғни екінші формуламен анықталған жанаманың теңдеуін сыздырайық. Міне келіңіз, 1-1 нүктесінде жүргізілген x квадрат функциясына жанаманы жүргіздік. Сонымен тағы да бір қайталап өтейік. Қиюшының шектік жағдайы жанама екен. Бізде мына h дегеніміз ол өсімше. Өсімше өте аз болғанда, яғни 0-ге ұмтылған кезде бізде қиюшымыз жанамаға айналады екен. Жақсы, осымен сабағымызды аяқтаймыз. Егер сізге осы сабақ ұнаса, каналымызға жазылыңыз. Сұрақтарыңыз, пікірлеріңіз болса қалдырыңыз. Алдағы уақытта осындай тағы да сабақтар шығып тұрады. Сабақ ұнаса, достарыңызбен, таныстарыңызбен бөлісіңіздер. Жақсы, кездескенше аман болайық.